Ассаляму алейкум, урметті телесейірчілер. Бүгін Милли Хазине рубрикасы «Сув темсаліне» диққатыны желп етмеге істей. Қырым татарларда су віле бағу насыл анелер, насыл дини әдетлер бар. Халық икметі нелер икәйе ете. Келіңіз бұлар ақында тафсилатылыча білейік. Сув темізлікні бе гүнәхсізлікні темсіл еткен, яшайыш мен басы оларақ белледір. О адамның өмірінде doğanından başlап, сонки күніне қадар болынмақта. Халқымыздың ең қадими әдетлерінден бірісі сувға бұйық үрмет іле бақмақтыр. Мисал оларақ, адам сув ішкенде йылан біле тиме деп қартларымыз айта тұрған. Балаға көз тисе, оның бетіні сув іле ювалар. Бұндан ғайры, адам қорқыншы бір түш көрсе, оны аққан суға айтмалыдыр. Бүтін ярамай шейлер су віле ақып кете, деп сайыла. Қырым татар этикеті бойынша сувны ішмезден евел, онын берабер селамлашмақ керек. Фольклорымызда сув кічіктен, аш бұйықтен кебе ибарелер сықыраст келе. Бұ демек, адамлар отырғанда сувны ішмеге башта ән кічігіне, ашны есе аксене, ән қарт суына бермелі. Eski vakitlerde şehir ve köylerde yüzlerinin çeşmeler kurulaydı. Onu kurmak büyük savap dep sayılgan. Bundan gayrı oğlanlar özüne kızlarını esasen çeşmeler yanında saylap alganlar. Men bir kıznen tanış oldum çeşme başında. Halk yerinin sözleri onu ispat etti. Çeşmenin taşları sevdalar için özünce poçta kutusu olgan. Geldim çeşme başına amanım. Yazı yazdım taşına amanım, gibi türküler var. Kırım tatar toyları da suvsuz keçip olamay. Adet üzere kız yanı qorantada yaxşı yaşasın dep, onun ardından suv sepile. Demek, suv toprakka tezsine ve kızның vaziyeti yanı qorantada yengiliknen qavileshsin dep ümit etile.